Саламатсыздар ма? Біз бүгін қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есептілік негіздерін деген тақырыпты қарастырамыз. Бизнес әлеміндегі табыстылыққа жетудің негіздері. Кіріспе неге бұл маңызды? Қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есептілік кез келген бизнестің өмірлік маңызы бар қызмет болып табылады. Олар компанияның қаржылық жағдайы туралы толық және шынайы ақпарат береді. Шешім қабылдауға көмектеседі. Инвесторлар мен мүдделі тараптар үшін маңызды қаржылық тәуекелдерді басқаруға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп дегеніміз не? Негізгі ұғымдар: бухгалтерлік есеп ұйымның қаржылық операцияларын жүйелі түрде тіркеу, жүктеу, қорытындылау және талдау процесі. Операцияларды тіркеу, жүктеу және қорытындылау, талдау және есеп беру. Қаржылық есептілік мақсаты мен түрлері. Қаржылық есептілік компанияның қаржылық жағдайы, қызмет нәтижелері және ақша қозғалысы туралы ақпарат беретін құжаттар жиынтығы. Мысалға келсек, бухгалтерлік баланс пайда және шығын туралы есеп және ақша қозғалысы туралы есеп. Бухгалтерлік баланс компанияның қаржылық жағдайының көрінісі. Бухгалтерлік баланс компанияның белгілі бір күндегі қаржылық жағдайын көрсететін негізгі қаржылық есептілік формасы. Мұнда кіретін терминдер: активтер, компанияның иелігіндегі экономикалық ресурстар, мысалы ақша, ғимараттар, жабдықтар. Міндеттемелер, компанияның болашақта төлейтін қарыздары мен міндеттемелері. Капитал, активтердің міндеттемелерді шегергендегі айырмашылық, яғни меншік иелерінің үлесі. Пайда және шығын туралы есеп, компанияның табыстылығын бағалау. Пайда және шығын туралы есеп бұл белгілі бір кезеңдегі компанияның қаржылық қызметінің нәтижелерін көрсетеді, яғни табыс, шығыстар, жалпы пайда, таза пайда деген сияқты терминдерді қамтиды. Ақша қозғалысы туралы есеп қаражаттың қалай жұмсалғанын көрсетеді. Ақша қозғалысы туралы есеп компанияның белгілі бір кезеңдегі ақша қаражаттарының кірісі мен шығысы туралы мәлімет береді, яғни операциялық қызмет, негізгі қызметтен түсетін ақша ағындары. Инвестициялық қызмет, активтерді сатып алу немесе сатудан түсетін ақша ағындары. Қаржылық қызмет, несие алу, акция шығару немесе дивиденд төлеуден туындайтын ақша ағындары. Есеп принциптері мен стандарттары. МКЕС бойынша қаржылық есептілік халықаралық стандарттарға сәйкес дайындалады. Бұл ақпараттың салыстырмалылығы мен түсініктілігін қамтамасыз етеді. МКЕС, IFRS принципке негізделген стандарттар. GAAP ережеге негізделген талаптар. Ортақ қаржылық есептің негізгі мақсаты, негізгі айырмашылықтар, кейбір бағалау және есептеу ережелері. Халықаралық қаржылық есептілік қолданылатын бірыңғай есеп стандарттары. Қаржылық есептілікті талдау негізгі көрсеткіштер. Қаржылық есептілікті талдау компанияның қаржылық денсаулығын және тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Өтімділік коэффициенті, рентабельдік, айналымдылық және қаржы жүктемесі болып құрайды. Қорытындылай кетсек, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бизнес басқарудың негізгі құралдары. Оларды дұрыс түсіну және қолдану компанияның тұрақты дамуына және табыстылығына кепілдік береді.